бар ма? Ал балалар, бүгінгі сабағымызда қазір біз топқа бөлуді бастаймыз. Топқа бөліну үшін менің қолымдағы үлестірмелі құйма қағаздардан біреуден аласыңдар. Және осы арқылы топқа бөлінеміз. Ал кәне, шектен ала береміз. Сағат тілмен айналамыз ба? Екеуін алып қойған жоқсыңдар ма? Сүндетін аламыз. Аламыз. Ал жақсы балалар, ал бәріне жетті ғой. Олай болса, кімге қандай мақал түсті? 4 түрлі мақал шығу керек. Отан үшін отқа түс, күймейсің деген мақалды алғандар қол көтерсін. Демек, дәл осы мақал түскенде мына бірінші топқа жайғасамыз. Отан үшін отқа түс, күймейсің деген мақал, жақсы. Отан отбасынан басталады деген мақалды алғандар неше қошы? Жақсы, екінші топқа шыға қойыңдар. Үшінші, ер жігіт ел үшін туады деген мақалды алғандар. Кәне, үнжумен бірге үшінші топқа барамыз. Және соңғы азия бірлік болмай, бірлік болмас деген мақалды алғандар төртінші топқа жайғасамыз. Ал жақсы балалар, жаңа өздерінің қазақ тілінің бай сөзі қоры болған мақал мәтелдермен топқа бөліндіңдер. Бұл мақалдардың астарында не бар екен? Неліктен бұл мақалдар бүгінгі сабаққа таңдап алынды деген сұрақ туындап отырған болар, бәрінде. Гүлнұр, кәне мақалыңды оқи қойшы. Менің қолымда берген мақал «Отан үшін отқа түскенсің». Бір осыны 2-3 сөйлеммен ашып бере қойшы, өздерің қалай түсінесіңдер? Бұл мақалдың мағынасы отан үшін отқа түскенсің, яғни отан дегеніміз біздің туған жеріміз, жанұямыз, отбасымыз, яғни президенттің құрған Қазақстан Республикасын отан деп атаймыз, және де отан үшін отқа түскенсің деген сөз. Отан үшін бар ерлігіңді, бар күш қайратыңды, жігеріңді салсаң да ол саған бәрібір сенің отаның өзіңе ыстық. Сен ешқашан да одан аяғын қалмауың керек деген сөзді білдіреді. Өте тамаша. Міне Гүлнұр өзінің отан туралы түсінігін топ атынан бізге жеткізіп берді. Рахмет. Келесі топтар. Кәне, Мәдина, қандай мақал түсіреді сендерге? Бізге отан отбасынан басталады деген мақал түсті. Яғни бұл мақалдың мағынасы әрбір адам өз отанын білу үшін ең бірінші өз отбасынан бастау керек. Яғни отбасында отанды қалай қорғау керек. Отан дегеніміз ол отбасы деген сөзді білдіреді. Және де отбасындағы тәрбие арқылы адам өз отанын қорғай алады, және де өз отанының патриоты бола алады. Дұрыс айтасың. Біз отанды сүю үшін алдымен отбасымыздың қадіріне жете білуіміз керек екен. Мәдина тоғатынан жақсы жеткізе алды. Жарайсың, Мәдина. Келесі топта Азия. Маған біздің топқа берген мақал бірлік болмай, тірлік болмас. Менің ойымша осы отбасы... Тобыңның ғой, Менің ойымша отбасыда, отанда бірлік болмаса, ол ешқандай мағынасы жоқ. Жетістікке жете алмауымыз. Жетістікке жете алмайды. Әрқашан кері кетеді, бірлігі жоқ. Отбасы, отан, қазақтар айтады ғой, бірлігі бар ел озады, бірлігі жоқ ел тозады. Сондықтан әрқашан бірлікте болуымыз қажет. Отбасының әрбір мүшесі немесе отандағы барлық адам бір-бірін бауырдай, ағайындай көретін болса, біз озар едік. Өте тамаша. Азия мен жақсы жеткізе алды тоғатынан. Рахмет. Келесі. Гүлайна, сендерге қандай мақал? Бізге түскен мақал ер жігіт ел үшін туады. Біздің топтың ойы бойынша ер жігіт ел үшін туады деген бұл яғни ер жігіттің бұл дүниеге келгендегі мақсаты өз отанын, халқын қорғау, соларға қызмет ету, яғни өз үшін емес, өзінің халқы үшін өмір сүру
Дұрыс айтасың, 2-3 сөйлеммен жақсы түйіндеді. Балалар, олай болса байқап отырсаңдар, біз ең бірінші отан деп алдық. Отанның неден басталатынын, отбасыдан басталатынын білдік. Және отанда, отбасыда бірге өмір сүру үшін, бірігіп өмір сүру үшін бірлік керек екенін білдік. Және сол бірліктің арқасында біз кез келген қиындыққа, кедергіге қарсы тұра алатынымызды, және де сондай ел басына қиын күн туған заманда ер жігіт өзін құрбандыққа шалып, жаңағы қолынан қару алып, елі үшін күресетінін білдік. Демек, балалар, сендер міне өздеріңнің түсініктеріңді, ойларыңды айттыңдар. Олай болса, бүгінгі тақырып ашылды деп ойлаймын. Біздің бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз отан, оттан да ыстық деп аталады екен. Демек, отанның оттан да ыстық болатынын жаңа ғана өздерің осы жерде өз сөздеріңмен дәлелдеп бердіңдер. Енді келесі әрі қарай жалғастырайық. Міне мынау біздің жазиралы дарқан даламыздың сұлу келбеті, қарасаң көз тоймайтын. Енді балалар, оқулықтарыңды ашамыз. Оқулықтарыңды ашайық. Ендеше оқулығымызды ашайық. Оқулығымыздан қазіргі сұрақтар легіне кесіп берейік. Жақсы, жаңа ғана өздерің айтып кеткендей, ер жігіт ел басына күн туғанда халықпен бірге болу керек, қолына қару алып соғысу керек деп жатырмыз. Біздің қазақ даласында небір сұрапыл соғыстар аз болған жоқ. Халқымыз қиыншылық кезеңдерді бастарынан көп өткізді. Бірақ соған қарамастан осынау кең даламызды сақтап қалды. Ал енді осы даланы көзқарасы қандай сақтап, сол тарихи тұлғаларды үнемі еске алып, өзімізге үлгі етіп жүру ол біздің мына жас ұрпақтың мақсаты болып табылады, міндетіміз. Ендеше сұрақтар легіне кезек берейік. Жалпы ұлы отан соғысы қай жылдары болды? Білесіз? 1, 2, 3 баста. Отан соғысы қай жылдары болды? Ұлы отан соғысы 1940 және 1945 жылдар аралығында болды. Жақсы. Ернұр. Бұл соғыс неміс фашистерінің неміс фашистерінің бастауымен, Гитлердің бастауымен КСРО-ға қарсы ұйымдастырылды. Бұл соғыс 1941 жылы Москваға қарсы келді. Бұған КСРО-ның адамдары үлгермей қалды, бірақ аянбай шайқастың арқасында 1945 жылы жеңіске қол жеткізді. Жақсы. Демек, жеңіспен аяқталғанын білеміз. Неліктен бұл соғыс ұлы отан соғысы деп аталды? Неліктен? Жасмин? Себебі бұл соғыста КСРО адамдарына КСРО-дағы көптеген мемлекеттер қатысты. Сол заманда КСРО елінде көптеген мемлекеттер болған, және сол үшін бұны ұлы отан соғысы деп аталған деп ойлаймын. Тек қана КСРО-дағы мемлекеттер қатысты ма? Соғыстың алдында радиодан хабарлау жолдау жіберген. Соғыс басталды деп, е? Ернұр, бұл турасында? Бұған тағы да немістерге қарсы, тек бұл Германия еліміз, оның ішіндегі романдары деп отырғанымыз, фашистер ішінен бөлініп шыққан басқаша ойлы адамдар. Және де бұларға қарсы КСРО-дан басқа да Орта Азия елдері және де немістерге қас Еуропа елдерінде шықты. Ұлы отан соғысы деп аталуының себебі бүкіл әлем қатысқан, бұрын соңғы мұндай соғысты көріп пе еді? Бүкіл әлем. Сондықтан да ұлы отан соғысы деп аталды. Ашып түсіндіретін бар ма? Балалар, осыны ойларыңа түйіп алыңдаршы. Келесі сабақта өз беттеріңше ізденіп, неліктен ұлы отан соғысы деп аталды екен? Дәл қазір нақты мәнін біз аша алмай тұрмыз, бірақ келесі сабақта осыны өз беттеріңше үй тапсырмасына алып қоясыңдар. Түсінікті ғой? Ізденіп біліп келеміз. Келесі, сендердің өз отбасыларыңнан осы соғысқа қатысқан ата-әжелерің, арғы-аталарың бар ма? Ағайын, жақын, жуық болса да. Ернұр?
Сені достарына қарап тұра ғой. Менің атамның әкесі ол Құмырат деген атам, ол соғысқа кетіп, бірақ қайтып оралмаған. 1943 жылы соғысқа кетіп, өз еліне хатта жолдамай хабар-ошарсыз кеткен. Қазіргі таңда табылды ма, Гүлнұр? Менің нағашы атамның әкесі Ләттіп деген кісі, менің атам тәкен болып келеді. Сол кісі 1942 жылы 43 жылдары соғысқа барған. Және де сол 45 жылдың аяғында осы біздің өз еліне, туған жеріне жеңіспен қайта оралып келген. Және де ол 86 жас жасап, содан кейін барып дүниеден осы. Бірақ мен өзімнің аққа келмей мақтанамын, себебі ол деген өзінің ешқандай қиындық болмайды деп айтамын. Ол да жараланған, ол да өзінің жарақаттарын алған, ол бірақ өзі жеңіспен үйіне қайтып оралған. Жақсы, өте жақсы екен. Соғыста бастан кешкен оқиғаларын айтып бере ме сендерге? Жоқ, енді менің мамамның өзі осындай мен сияқты кезде ол қайтыс болған. Иә, мен ол 86 жыл жасаған кезде ол көп медальдары бар. Бізде нағашылардың үйіне барған кезде соны тамашалап отырамыз. Себебі бізде мақтанамыз, сол ордендер, көптеген кітап, ол жайлы бізде кітап шығардық. Ол кісі Ақшымарда туып өскен, және де олардың медальдары өте болған. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Гүлнұр, сен өзі атаңмен мақтанып тұрсың ғой, осындай батыр. Егер ол да тірі болғанда сен сияқты өзінің бағалайтын осындай ұрпағымен мақтанған болады. Жақсы, рахмет пікіріңе. Ендеше, Отан біздің айтып жатырмыз соғыс тұтқиылдан болды. Ойламаған жерден басып кірді фашистік Германия. Ал енді ойламаған жерден алаңсыз отырған кезде тұтқиылдан жаудың басып кіруі ол кез келген адамға оңай болмасы анық, солай ма? Ендеше Отан соғысының алғашқы күндері, алғашқы жылдары біздің елімізге қалай тиді? Басқа кім айтады? Қалай әсер етті халқымызға тұтқиылдан жасалған шабуыл? Есеңгіреп қалу әбден мүмкін, солай ма? Ел есін жинады ма? Жинай алды ма бірден? Мәдина? Тұтқиылдан келген соғыс ол біздің адамдарға, яғни ауыр түсті. Себебі ауыр тиді. Себебі олар ешқандай қару-жарақсыз дайындалмаған, сол өздері кәдімгі тұрмыс тіршіліктерін көріп жатқан кез еді. Сол кезде соғысты хабарламай соғыс жасап кеткендері адамдарға өте қиын түсті. Және де олар сол соғыстың кезінде өздерінің балаларын жоғалтты. Адамдар көптеген жарақат алды, тіпті қаруларын жеткізе алмады, қаруларын да жеткізе алмады. Тіпті бір тамшы су ішуге де олардың бір секундтарда болған жоқ. Уақыты болған жоқ. Солай болды. Бірақ естерін тез жинай алды ма? Иә, естерін тез жинай алды. Себебі қазір айтып тұрмыз ғой, біз олар жеңіске жетті. Айтып тұрмыз, олар жеңіске жетті және өз елдерін қорғады. Сол үшін біз бұлай түсінеміз. Олар естерін жинай алды. Себебі олар сол соғысты жеңу үшін, оларды қайта елдеріне қайтару үшін, немесе жеңу үшін олар ауызбіршілікте болып, өздерінің жоспарларын құрып, сол елді жеңді. Жаңа осы топқа өткендегі төрт мақалдың қайсысы сәйкес келеді? Жаңағы сол Отан үшін Бірлік болмайды. сол кезде бірлік керек екенін түсінді. Барлығы бір адамдай жұмылып осы ауыр жүкті көтере алды. Жақсы, Мәдина, рахмет пікіріңе. Ал жақсы, жаңа айттық, саусағынан тақайшағына дейін қаруланған неміс әскері жеңуіне өздерінің 100% сеніп келген еді. Жеңілеміз деген ой оларда мүлде болған жоқ. Бүкіл әлемді осылай жаулап аламыз деп әбден тәкаппарсып менменсіп келген еді. Бірақ дәл осындай мықты дайындықпен келген неміс әскерінің 5 жылдан соң масқара болып жеңілуінің себебі неде деп ойлайсыңдар? Жасмин?
жеңілуінің себебі, мен ойлағаным бойынша, оларда ауызбіршілік, бірлік болмады деп ойлаймын. Сол мысалы соғысып жатқан кезде олар бір-бірін тыңдамай, әркім өз ісімен айналысып, өз қаруларымен артып деген сияқты ауызбіршілік болмады деп ойлаймын. Ауызбіршілік болмағандықтан дейсің, иә? Жақсы пікіріңе. Ернұр, сен не айтасың? Олар бізді барлық жерімізді, физикалық жағымызды, барлық жағын қараса да, біздің намысшыл, қайратшыл ел екенімізді аңғарған жоқ. Сондықтан да біз бірлікте болып, әрқашан соғыста қасыққанымыз үшін шайқасқандықтан біз оларды тұтқиылдан шабуылдаса да, біз оларды жеңіп шықтық бірлігіміздің арқасында. Дұрыс айтасың. Демек, жауды жеңу үшін жаңағы мықты қаруланып келудің қажеті жоқ. Ол ең бастысы қай жеріміз қарулану керек? Жүрегіміз, рухани дүниеміз бай болса, отанға деген жаңағы отанды шын жүрегімізден сүйіп, сол үшін өзімізді жан пида етуге біз дайын болсақ, онда ешқандай қаруланған жау бізді жеңе алмайды екен. Міне, дәл сол кезде біздің әскерлер осыны дәлелдеді. Жақсы балалар, құнды пікірлеріне рахмет. Олай болса, келесі тапсырмаға өтейік. Отан соғысы батырларынан кімдерді білесіңдер? Бауыржан Момышұлы. Інжу? Отан соғысының батырлары Бауыржан Момышұлы, Әлия Мәметова, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова. Қайтадан айт, қайтадан сіз. Мен Отан соғысының батырларынан Бауыржан Момышұлы, Әлия Мәметова. Тота. Өзім айтым 1, 2, 3. Жақсы балалар, Отан соғысы батырларынан кімдерді білеміз? Иә, Мақсат? Мәншік Мәметова, Бауыржан. Ал жақсы балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Жалпы Отан соғысы батырларынан кімдерді білесіңдер? Иә, Азамат? Ұлы Отан соғысының батырлары Бауыржан Момышұлы, Рахымжан Қышқарбаев, Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова. Жақсы, және табыс қалады. Өзіңе үлгі тұтасың. Жақсы, және кім айтады? Иә, Ернұр? Хиуаз Доспанова. Жақсы балалар, біз Отан соғысы батырларынан көптеген тұлғаларды біледі екенбіз, жарайсыздар. Олай болса, біз сол соғыста ерлік көрсеткен жауынгер сөзімен таныс болайық. Бұл сөздердің иесі кім екен? Ал кім оқиды? Азия оқиға шыққан. Жауынгер сөзі. Адам бір-ақ рет туады, бір-ақ рет өледі. Естігенімде үлкен құрметпен бас иетін өзім. Майданда ерлерше өліп, мен жаспын. Менің өмір сүргім келеді, менің өз елімді қорғайын. Момын да бауырмал, ардақты да елім бар. Сол еліммен аттанарда былай деген болатын. Тас тілегім, мен сені бауладым, сылап өсіріп қанатыңды қатырдым. Қиын бір кезең келіп қалды, жау жағадан бір етектен алғанды. Деген, мен мұны ұмытпаймын. Кімнің сөзі? Кім? Сендерге таныс сөздері. Неше жасына еді Баубек? 19-20 жастағы жас жігіттің сөзі. Өзі жас өмірге құштар, бірақ соғыста жүр. Міне осылай өз ойын білдірген. Міне жаңа сөздердің иесі жас өлімдей. Жігіт Баубек сол кіші. Енді балалар, грамматикалық тапсырмаға өтейік. Жалпы сөз тіркесінің 2 түрі барын білеміз. Еркін сөз тіркесі, тұрақ сөз тіркесі және тұрақ сөз тіркесі. Осы жерін қайтадан. Ал жақсы балалар, енді грамматикалық тапсырмаға өтейік. Сендер білесіңдер, сөз тіркесінің 2 түрі бар. Еркін сөз тіркесі және тұрақ сөз тіркесі. Тұрақ сөз тіркесі дегенімізді қалай түсінесіңдер? Міне, өзі айтылды, ережесі, Гүлайна. Тұрақты сөз тіркесі дейтінін өзгертуге келетін сөздерді айтамыз. Жалпы тұрақты сөз тіркесі дейміз, бірнеше сөз бірігіп келіп бір мағынаны білдіруі. Мысалы, таяқ тастам жер дейтін болса, ол жақын жер дегенді білдіреді. Біз оны мысалы ағаш тастам жер дейтін болса, оның мағынасы мүлдем өзгертеді. Яғни мағынасы болмай қалады, сондықтан оны өзгертуге болмайды. Дұрыс айтасыңдар. Атауы сондықтан да тұрақты
тұрақты деп айтылып тұр, иә? Жақсы, Азия. Және де осы тұрақты тіркестердің бір жағы ол айтылып тұрғанынан бөлек мағынада айтылады. Және де білдіретін мағынасы мүлде бөлек. Иә, мүлде бөлек, және біз оны сөз арасында қолданамыз. Жалпы тұрақты сөз тіркесін қолдану бізге не үшін қажет? Қол көтеріп, балалар. Сөздік қорымыздың, яғни біз осы тұрақты тіркестерді қолданатын болсақ, ол біздің сөздік қорымыздың бай екенін білдіреді. Дұрыс айтасың. Және Жасмин? Әрбір айтқан сөзімізді әдемі етіп көрсету үшін қажет деп ойлаймын. Жақсы. Және Ағзиядан басқа ешкім айтпай ма? Ағзия? Неге біз осы тұрақты тіркестерді мысалға қайта-қайта қолдана беретін болсақ, ол біздің сөзіміздің мағынасын құртуы мүмкін. Ал егер де біз осы сөздерді барынша шеберлікпен қолданатын болсақ, орынды қолданатын болсақ, ол біздің сөзіміздің мағынасын ашып, түбіне жеріне жеткізе айту дейді ғой. Солай жеткізе аламыз. Жақсы, рахмет пікіріңе. Енді онда қазір бір қарайықшы. Қырық пышақ сөзінің мағынасы. Қырық пышақты санаймыз ба? Жоқ. Қырық пышақ сөзінің мағынасы? Алауызда бірлік болу. Иә, өшкесу деген мағынаны білдіреді. Тайға таңба басқа. Төбе шашып кеп тұр. Ескі жараның аузын ашты. Үйлеп айтсақ қол көтеріп жақсы болар еді. Ернұр? Бұрынғы жағдайды есіне қайта түсіру. Дұрыс айтасың. Ит байласа тұрғысыз. Ит байласа тұрғысыз. Мынау бір ит байласа тұрғысыз жер екен дейміз. Қол көтеріп, Алтынай. алыс және қолайсыз жерлер. Алыс емес, бірақ қолайсыз, тұруға ыңғайсыз жерді айтамыз, иә? Басы салбырап. Ерасыл? Өзінің кінәсін білу ма? Жақсы. Басы салбырап деген ештеңеге дайын емес, көңіл күйі жоқ, мүмкін кінәлі адам деген мағынаны білдіреді. Жүрек суылдап, көздің жауын алады. Әдемі деген мағынаны білдіреді екен. Жақсы. Және осы тұрақ тіркестерді даяр тұрған қалпында сөйлемшіне енгізе аламыз ба? Иә, дұрыс айтасыңдар. Ендеше балалар, сендерге қазір деңгейлік тапсырма берем. Міне бір парақта 3 деңгейдің тапсырмасы бар. Грамматикалық тапсырманы жаңа орындадық. Енді осы 3 деңгейдің тапсырмасын әркім жеке өзі орындайды. Және бірінші деңгейде орындап болғандығын білдіріп, мен барлығыңды белгілеп жүремін. Мынан жалғас шығады. Сабақтың біз берілген уақытта, сабақтың соңына дейін 3 деңгейде де орындап үлгеруіміз керек. Жеке орындаймыз. Балалар, деңгейлік тапсырманы орындап болғандар бірінші деңгейде қол көтеріп белгі береміз. Орындап болдық па? Мынау екінші деңгей және үшінші деңгейдің тапсырмалары.